Мұқағали Мақатаевтың күнделігінен 15 ноябрь 1973 жыл. Менің үйіме лаң кірді, немен тынары белгісіз. Бәрін де бүлдірді Айбар. Шын уайым, шын қайғы осылай болады екен-ау. 18 ноябрь. Айбар осыншама оңбағандыққа барып, осыншама сарсаңға салады деген үш ұйықтасам да түсіме кірмейтін. Байғұс балам-ай, қисайта салса құрдымға кетейін деп тұрғаны есіне кіріп те шықпайды. Балалығы дейін десем, қулық сұмдық, өмірлік мәселенің бәрін де түсінеді, бәрін де жетік сияқты. Ұстаздары сөз жоқ, баламды түсінбейді. Оларды Айбарды олар түсінбеушіліктің ақыры осыған әкеп соқты. Ақырының немен тынары белгісіз, соры қайнап, өмірі сорлылықпен өте ме қайдан. Екеуміз бір-бірімізді түсінеміз, сол түсінігі түйсігін қазір оятса ғой, кейін кеш боп кетеді. Мұны енді не істеймін, нендей айласын табам. 21 ноябрь 1973 жыл. Сызат алды дегенше сына берді десеңші. Тәңірінің түбін берсін, біздің семейға сызат түсті, оны әкелген менің кіші ұлым Айбар. Бізде әрине кінәліміз ғой, ақымақтың айтқанын орындап тым шужаңдап кеттік. Меніңше бізден де гөрі екі есе кінәлі мектебі, мұғалімдері. Балам сол мектепке барғаннан қуғын-сүргінге ұшырады. Отырса опақ, тұрса сопақ деп жолдастарына бүкіл мектепке Айбарды жек көрінішті етті. Саумалдап тәрбиелеудің орнына 12-де бір гүл ашылмаған баланы үсті-үстіне жазаның астына алды. Ақыры бала ашынды. Ашынғанның соңы тіптен бағынуды қойды. Ақыры осыған әкеп соқты. Амалым таусылып Айбарымды ол мектептен құтқардым. Енді қайтем, қайда жіберем білмеймін. Нағашылары қабылдай ма, жоқ па? Қабылдар еді-ау, Айбар үйреніп қалған әдетін арыла ма, жоқ па? Қалайда Айбарды қалада ұстап болатын емес. Кеше тергеуде болып қайттым. Жұмада жұмысқыз қылған жолдасымен беттестіреді. Не болары белгісіз, тәлкекке салған тағдыр-ай. 24 ноябрь 1973 жыл. Кеше Айбар түрмедегі досымен беттесті. Бала ақылды бала екен. Айбарды сатпады. Бәрін де өз мойнына алуға даяр. Айбар да өз қатысқан қылмысын жасырмай мойындады. Сонымен тергеудің алдындағы іс тыныштықпен анықталған тәрізді. Айбар бұрынғы мектебіне оралғысы жоқ, әбден мезі болған. Қайда, кімге барып орналасады әзірге белгісіз. Айбардың ісі аяқталған жоқ. Заңшылар исполком жанындағы комиссияға тапсырамыз дегенді шығарып отыр. Олары не демекші? Аларын алып, айыбын татып баламды қолыма берсе екен. Айбарды ауылға аттандырсам ба дегенем, одан да түк шықпады. Іс аяқталғанша осында болуы шарт екен. Баламды үгіттеп, бүгін мектебіне жібердім. Не деп, қалай қарсы алып жатыр екен ана жалаң көз апасы. 7 декабрь 1973 жыл. Жұмыссыз жүргенме жаңа жылда бір жыл толады. Қайтып қалай жан батып жүргенме таңданам. Айбардың ісі аяқталған жоқ. Соның салдарынан басқа да жағдайлар бар. Мен қазір қамаудамын. 18 декабрь 1973 жыл. Балам Айбар оңалып кетсе, әзірге бақыт маған сол. Кеше Совет ауданының исполкомында ісі қаралып, бір жылдық шартпен 30 сом штраф салып мектебінде қалдырды. Шешесі барды, менің арызым қатысты. Ақмақ директор қатын оның итаршылары шабуыл жасап бақыпты. Қарғадай бала несін алды екен оның? Мендегі шаруасы не еді наданның?